Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Бүгін ерекше күн, бұл күнді асыға күттік. Елордамыздың төрінде Қарекет қорымен бірге тағы бір отбасына бақыт кілтін сыйламақшымыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, шынайы эмоция. Бізде бүгін ерекше атмосфера жасауға тырыстық. Ендеше алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер бе? Сіздерден сұхбат салсақ бола ма? Сізді шын жүректен Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймыз. Бұл мереке сіз үшін несімен ерекше? Білмеймін, праздник жетіп көрмеппін. Уақытым жоқ праздникқа. Онда сізбен, отбасыңызбен таныссақ бола ма? Есіміңіз кім? Айнагүл. Әселя. Сіздің атыңыз кім? Амирхан. Нешедесіз? 9. Мерекеге орай әдемі тілек болса сіздерден. Тәтті болайық, бірлікте болайық, еліміз тыныш, соғыс болмасын. Қандай арманның орындалғанын қалар едіңіз? Арбам көп қой. Үйлі болу, денсаулықтың болғаны, үйлі болу, басқа арман жоқ. Ендеше біздің халқымыз бірігіп аманатын жолдады. Бүкіл қазақстандықтардың атынан әдемі сыйлығымыз бар. Ол баспананың кілті. Құттықтаймын. Құтты болсын. Алла тағала сіздерге разы болсын. Үлкен бала шағаңыздың қызықтарын көріңіздер. Қарекет қорының 1686 баспанасы Айнагүл ханымға беріледі. Құтты болсын! Ең бірінші арманы осы еді негізі. Алланың бар екеніне көзім жетті. Баспана құтты болсын! Рахмет, Қарекет! Міне, сіздің жаңа үйіңіз шашу! Мынау ас үйіңіз. Үйдің ішінде не тұр? Бәрі сізге. Жататын бөлмеңізді көрейік. Міне, осындай. Мынау енді балалардың бөлмесі. Қарап алыңыз, міне мына жататын орындары. Әлі де сен алмай отырсыз ба? Кімнің үйіне келіп отырмыз? Менің үйіме деп айтсаңызшы. Әкем кішкентайында қайтыс болған, қиын не сәттер болып отырды анамда. Бізге көмектескен әрбір жанға көп рахметін айтам, алғысымды білдірем. Қарапайым өмірде көп адамдарды көреміз, серуенге шыққанда, далаға шыққанда, жұмысқа барғанда, бірақ әр адамның өмірінде қандай күрес болып жатқанын білмейміз. Неге қымбатты қазақстандықтар, сіздердің аманаттарыңызды жеткіздік, еңбек сіздердікі, сондықтан бас иіп алғыс айтамыз. Көп рахмет. Қарекет, халықтың қоры.